Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Күндеріңізге сәттілік, әдеттегіше аптасына бір рет болатын заманымыздың заңғар тұлғасы, өлкеміздің, бүкіл республикамыздың, оған қоса әлемнің 100 танымал адамдарының қатарына кіретін тұлға Әбіш Кекілбайұлының өмірі мен шығармашылығына арналған әбіштану факультативтік курсының 2-ші сабағын бастаймыз. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жады мен тақырыпты жазып қойыңыздар. Әбіш Кекілбаев шығармашылығы. Балалар, өткен сабақта Әбіш Кекілбаевтың өмір жолымен таныстық. Қашан, қайда дүниеге келгенін білеміз. Естеріңізге түсіріңіздер. Ендеше тағы да бір шолу жасап өтейік. Әбіш Кекілбаевтың қызмет жолы 1939 жылы 6 желтоқсанда Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Онды селосы Мырзайыр топырағында дүниеге келген деген болатынбыз. 2015 жылы дүниеден өткен. Ендеше 1957 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне түседі. Яғни қазіргі Әл-Фараби атындағы университет, Қазгу деп аталатын. 1962-65 жылдар аралығында Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі болып істейді. 1970-1975 жылдары Қазақ фильм студиясында бас редактор қызметін атқарады. 1992-93 жылдары Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы болады. 2002 жылдан бастап Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаты болып қызмет атқарады. Әбіш Кекілбайұлының алғашқы өлеңдер жинағы «Алтын шуақ» 1962 жылы, «Бір шөкім бұлт» 1965 жылы жарық көреді. Кекілбайұлының «Үркер», «Елең алаң» романдары қазақ әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланып, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алған болатын. Әбіш Кекілбаевтың марапаттары: Қазақстанның еңбек ері, Отан ордені, Назарбаев ордені, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл медалі, құрмет белгісі ордені, достастық ордені және Қазақстанның халық жазушысы атағын алған болатын. Өздеріңіз білесіздер, өткен сабақтан есімізге түсірейік. Әбіш Кекілбаев шығармашылығы поэзиядан басталған болатын. Яғни өлең жазудан басталды. Жаңа ғана айтып өттік, ең алғашқы өлең жинағы қалай деп аталатын еді? «Алтын шуақ» деп аталады. 1962 жылы жарық көрген. Ал одан кейін әдебиеттің проза, яғни қара сөзбен жазылған шығармалар, проза, аударма, өзге тілдің шығармаларын қазақ тіліне аудару, әдеби сын, драма салаларында жемісті еңбек етті. Жазушы шығармаларының басты тақырыбы халық тарихына бағытталған екен. Көпшілік шығармасында тарихи оқиғаларды, халық тарихын басты әңгімесінің желісіне арқау еткен. Әбіш Кекілбаевтың романдары, балалар, мұқият қараймыз, жаттап отырамыз. Елең алаң, Шандоз, Үркер, Аңыздың ақыры. Біз эпикалық шығармаларды, балалар, шағын көлемді, орта көлемді, кең көлемді деп бөлеміз. Осылардың ішіндегі ең мағынасы жағынан да, көлемі жағынан да ауқымдысы бұл роман, балалар. Роман Әбіш Кекілбаевтың мінеке алдарыңызда романдары тұр. Кең көлемді шығармалары. Келесі повестер, бұл орта көлемді шығармалар. Құс қанаты, Ханша дария хикаясы, Бәсеке, Шыңырау повесі, Бәйге торы повесі, Бір шоқ жиде повесі, Шеткері үй повесі, Күй повесі,
бір шөкім бұлт повесі. Ал енді шағын көлемді шығармалары бұлар әңгімелері. Біз алдағы уақытта Әбіш Кекілбаевтың көптеген әңгімелерімен танысатын боламыз. Тасбақаның шөбі, Ваня ағай, галстук сатушы қыз, ақырғы аялдама, керек адам, жүнді барақ, ең бақытты күн, көлденең көк атты, Есболай. Балалар айтылып отқан кезде бірден жаттап отырамыз. Сонымен қатар дала балладалары әңгімелер жинағы бар, дәуірмен бетпе-бет сын мақалалар жинағы бар, шыңырау повестер жинағы бар және Маңғыстау түбегінің өткені, бүгіні, болашағы туралы ұйқыдағы арудың оянуы атты тарихи танымдық баяны бар екен. Ендеше балалар, Әбіш Кекілбаевтың шығармаларымен танысып болсақ, дәптерлеріңізге мына тапсырманы орындайсыздар. Сіздердің алдарыңызда Әбіш Кекілбаевтың шығармалары берілген. Осы шығармаларды топтастырасыздар. Яғни романдарын бөлек, повестерін бөлек, әңгімелерін бөлек жазып шығасыздар. Екінші тапсырма, бұл тапсырманы ауызша жауап берсеңіздер де, дәптерге жазып жауап берсеңіздер де болады. Сұрақ жауап деп аталады. Жаңа ғана айтылған ақпараттардан берілген сұрақтар: Әбіш Кекілбаев қандай газетте, қандай студияда редакторлық қызметте болды? Жазушының ең алғашқы өлеңдер жинағы және ол қашан жарық көрді? Маңғыстау түбегінің өткені, бүгіні, болашағына арналған қандай туындысы бар? Әңгімелерін атаңдар. Қандай сын мақалалар жинағы бар? Жазушы шығармаларының басты тақырыбы қандай? Мінекей осы сұрақтарға бірден жауап береміз. Бөліп емес, бірден жауап береміз. Немесе дәптерге орындаймыз. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта алған жаңа ақпараттарыңызды үш сөйлеммен мұғалімге айтып беріңіз. Одан асырмаймыз, одан кем болмасын, үш сөйлеммен алған жаңа ақпаратыңызды айтып бересіз. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, жолыққанша сау болыңыздар.